Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қызылшадан витаминный салат жасайтын боламыз. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Алда менің жаңа видео рецептерімді көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осында қызылшамызды пісіріп суытып аламын. Бірінші салатымызға осында грек жаңғағы, кептірілген өрік, мейізіміз керек болады. Сосын 2 дана алмамыз, 2 дана қызылша, сосын тұздалған қияр, жұмыртқа керек болады піскен. Ең алдымен біз осы алмамызды ұзынша соломка етіп турап аламыз. Сосын тұздалған қиярымызды турап аламыз. Қияр қоспасаңыздар да болады. Енді бұл өздеріңіз қалауыңызша болуы мүмкін. Енді кезекте осы қайнатылған жұмыртқамызды тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып, ендігі кезекте осы кептірілген өрігімізді жұқа етіп тураймыз. Сосын мейізімізді тураймыз. Сосын грек жаңғағымызды тураймыз майдалап. Барлығын турап болған соң ыдысымызға салып, ендігі кезекте біз теркадан қызылшамызды өткізетін боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте пайдалы салат. Енді үстіне қаймақ немесе майонез құйып, жақсылап араластырамыз. Тұз бұрышын салып, енді өз қалауыңызша. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Салатты осында кольцоға жинадым. Енді әсемдеп дастарханымызға ұсынамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді екінші салатымызға кіріссек, осында қызылшамызды 4-3 етіп, көбіктеп турап аламыз. Сосын майда пиязымызды алып, жұқа етіп тураймыз. Пиязымызды міндетті түрде жұқа етіп тураңыздар. Сосын татымына қарай осындай дәм беру үшін чеснок қолданамын. Чеснокты майдалап ұсақтап тураңыздар. Сосын жарты банка бізге кукуруз керек болады. Кукурузымызды салып, тұз бұрышын салып, 2 ас қасықтай сұйық майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай әрі тез жасалады. Витаминный салат болады. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көргіңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.